Қайырлы күн достар, бүгін осындай керемет шабдалыдан компот жабамыз. Яғни қысқа дайындық. Ең алдыменен банкілерімізді парлап аламыз, яғни водяной баняға қойып аламыз. Содан соң жақсылап жуылған шабдалыларды 7-8 данадан саламыз. Менде 2 литрлік банка шамамен 7-8 дана шабдалы кетеді. Енді осылай барлығын салып болған соң, менде осындай кішкентай кеседен 2 кесе қант саламын. Шамамен 150 грамдай қант кетеді. Содан соң қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Қақпақтарымызды да 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Содан соң банкымызды жаба берсек болады. Ешқандай атылмайды, сенімді рецепт. Жыл сайын осылай басамын, өте дәмді болып шығады. Шабдалының үстіне слива қоссаңыз да болады. Түсі қызыл болып, әдемі болып шығады. Тек өзін жапсаңыз да болады. Неке осылай барлығын жауып болған соң, жылы көрпеге немесе пледке орап қойсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетіңіздер.